сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Достар, бүгінгі видеода мен мектептегі буллинг деген сериалдың 3-ші бөлімінің соңын түсіретін боламын. Достар, сіздерге бұл сериал ұнап жатыр деген ойдамын. Ұнаса, конечно, достар, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, колокольчик, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ал достар, онда біз сериалымызды бастаймыз. Кеттік. Бір ай өткен соң. Күніге осы бір ай болды, қыздар маған буллинг жасай береді. Мен осы үнемі шыдаймын осыларға. Естесем болады, бір ай шыдадым. Мүмкін мамама айтармын. Үстімнің бәрі синяк, жара, көгеріп кеткен. Оның бәрін тығып жүре берем ба? Не істесем болады? Так, сынақтың бәрін тазалап тастай. Ей, Айзере, саған не болды? Қызым, саған не болды? Неғып жылап отырсың? Кім тиісі, айтшы, өтінем. Қалай айтсам болады? Айтсам маған тағы ұрады. Кім ұрып жүр? Мен оны сайзағайын тартырамын. Жүрші, әңгімесе үйге кіріп жүрмін. Ей, қызым, саған не болды? Неғып жылап отырсың? Неғып жылап келдің? Білмеймін ғой, сол біреу не болды айтсай десем, айтсам біреу ұрады дейді. Кім ұрады? Білмеймін, түсінбей отырмын. Қызым, айтшы, өтінемін. Қалай айтсам болады? Айта алмаймын мен оны. Қызым, өтінемін, айтшы. Мен екеуміз келіскен едік қой, ешнәрсені жасырмаймыз деп. Сен ешнәрсені жасырмаймын деп уәде беріп едің ғой. Айтшы, өтінемін. Жарайды. Қыздар, осы мен ойдан ауысып келдім ғой осы мектепке. И ол қыздар бірінші күннен бастап маған тиісті. Мені ұрды басында. Мен кемсітті. Буллинг жасады полный, былай айтқанда. Не? Қызым? Осының бәрін ертерек айтпайсың ба бізге? Я, қызым, неге ертерек айтпайсың? Қызым, біз келіскен едік қой, сен маған бүкіл нәрсені жасырмай айтамын деп едің ғой. Мам, мен қорықтым айтуға. Қалай қорықтым? Кәні, үстінің бәрі синяк, жара. Ужас. Мам, олар мені қорқытты, айтсаң, таяқ жейсің. Осыдан атаңнан келсін, мектепке анау-мынау деп жалғырса да таяқ жейсің. Анау-мынау дейді, апайға айтсаң да таяқ жейсің дейді. Мен апайға айттым. И апай ұрыс берді. И сосын олар кетті, мені тағы ұрсып, мені ұрып кетті. Мұның қандай тәртіпсіз қыздар. Қазір мен апайдан жауап жасамасам, ужас. Менің қызымды неғып ұрған. Қазір мен ата-аналарын назындаймын. Полный видеозвонокпен, аудиозвонокпен. Алло, саламатсыздар ма? 5 қыздың ата-анасы, шығыңыздар. Алло, аудиозвонокпеніміз ғой, сөйлеңіздер. Неге сіздердің қыздарыңыз менің қызыма буллинг жасаған, а? Қалай буллинг? Ондай еш нәрсе айтпайды о даже. Но видеоң қыз келді деп те айтқан жоқ. Өлім. Мен сіздерге жауап жасаймын. Ужасына қандай менің қызыма буллинг жасап жатырсыз. Сіздердің қыздарыңыз тәрбиелемейсіздер ма? Тәртіпсіз қыздарыңызды тәрбиелеу керек қой. Біздің қызымызды тәртіпсіз демеңіз. Ужас, қыздарыңыз менің қызыма буллинг жасап араларына қоспайды. Қандай сұмдық вообще? Мен полицияға жалоб жасамасам болмайды. Маған бәрібір түрмеге түсіңіздер, вообще ақшасын төлеңіздер. Түрмеге түсірем мен сіздердің қыздарыңызды. Ужас, қандай мектеп мынау. Мен бұл жаңа мектепке ауыстырамын. Қызым, мен сені жаңа мектепке ауыстырамын, түсіндің ба? Мына мектеп болмайды, ужас.
Уф, қандай ужас мектеп, мен сені ертеңнен алсам, даже бүгіннен қазір ауыстырамын. Ужасно, қандай мектеп, вообще маған ұнамады мынау вообще. Ужас, кеттік, папасы, жүр қызым, кеттік, ауыстырамыз сені. Сендерге өте көп рахмет, сендерді босқа әуре қылдым ба? Өте көп рахмет сендерге. Ризамын үшін сендерге прям. Ой, енді сен подругамбыз ғой, сондықтан енді апарып тастаймыз, оның үстіне сен үйін сәл алыс. Сол, енді біз қайта берейік онда. Қайта беріңдер, давай. Жандарым, пока. Достар, осымен менің сериям аяқталды. Сіздерге ұнады деген ойдамын, және де достар, келесі сіздер айтқан сериалдардың бәрін түсіретін боламын. Сіздер маған өте көп жазасыздар, солардың арасынан таңдап түсіремін. Пока что әлі мынау деп айтпақ қойыңыздар, өздеріңіз біліңіздер. Бірақ достар, сіздер маған өте көп жазсаңыздар, сондықтан мен қайсысын таңдарымды білмей тұрмын. Ал достар, осымен пока-пока. Келесі сериалда жолыққанша. Пока.